Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Медиация туралы заңның қабылданғанына 12 жыл толғанымен, адамдар әлі де медиацияның артықшылығы мен маңыздылығын білмейтіні байқалады. Мұның бір себебі медиацияны түсіндіру жағы аздығынан болса керек. Қазіргі уақытта дауларды шешудің балама түрлері дамыған. Мысалы, даусыз талаптар бойынша атқарушы жазба шығару үшін нотариусқа және дауды шешу үшін медиатордың көмегіне жүгіну. Дау-дамай сотқа дейін реттелмеген жағдайда азаматтардан сотқа арыз түссе, татуластырушы судья тараптарды шақырып, татуластыру рәсімдерін жүргізеді. Осы ретте мен сіздерге Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық сотында медиацияның қолдану тәжірибесін айтып өтсем деймін. Азаматтық қоғам дамыған сайын даулардың түрі де алуан түрлі болып келеді. Айтатын болсақ, неке отбасылық даулары, жер даулары, қарыз шарттарынан туындайтын даулар. Өз тәжірибемнен бір мысал келтіріп кетейін. Аудандық сотқа әйел адам жүгініп, өзінің жауапкер ретінде қызын көрсетіп, соттан негізсіз иеленген пәтерлерді қайтару туралы талап қойды. Қыздың анасы көп жылдар жұмыс істеген, табыс тауып, Алматы және Шымкент қалаларынан пәтер алған. Өзі 3-ші топтағы мүмкіндігі шектеулі жан болғандықтан, мемлекет тарапынан жеңілдетілген тәртіпте пәтер алу мақсатында тұрғын үй кезегіне тұру үшін Алматы қаласында жұмыс істейтін қызының атына пәтерлерді аударған. Кейінірек қызының мінез-құлқының өзгере бастағанын байқап, оны діни теріс ағымның ықпалына түсіп кетеді деп қауіптеніп, қызынан пәтерлерді өз атына қайтаруды талап еткен. Осы азаматтық іс бойынша мен сотта татуластыру рәсімдерін жүргізу барысында дауды шешудің тиімді жолы медиация екендігін және оның артықшылығын қарапайым тілмен тараптарға түсіндіріп, нәтижесінде аталған іс келісіммен аяқталды. Келісімнің талабы бойынша қызы жауапкер Шымкент қаласындағы пәтерді анасының атына аударуға және бір айдың ішінде 15 миллион теңгені аударуға міндеттеме алды. Ал Алматы қаласындағы пәтер қызының атында қалатын болып келісілді. Талап қоюшы өзінің арызынан бас тартып, іс өндірістен қысқартылды. Қазіргі таңда аталған ұйғарым орындалды толығымен. Осыған түрлі ұқсас даулар, отбасылық даулар, ерлі-зайыптылар мен туыс бауырлар арасында мұраны бөлу, мүлікті бөлу сияқты даулар соттарда жиі кездеседі. Мұндай істердің көпшілігін сотта медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді бекіту арқылы шешуге болатындығын түсіндіргім келеді. Тағы да айтайын дегенім, тиісті тәртіппен сотқа татуластыру рәсімдеріне шақырылған жауапкердің сотқа келуден жалтаруы. Жауапкер тек соттың оңайлатылған тәртіпте сот шешімі шығып, ол заңды күшіне еніп, сот орындаушыға барып, сот орындаушы мен жауапкердің мүлкіне тыйым салғаннан кейін барып қана сот шешімінің күшін жою туралы арызбен жүгінуі жиі кездесіп жатады. Сондықтан атап өту керек, жауапкер тиісті түрде хабарланбаса және сот шешімінің мазмұнына әсер ететін дәлелдер болған жағдайда ғана сот шешімінің күші жойылуға жатады. Сөз соңында айтарым, тараптарға соттан шақыру түскен бойда жауаптылықпен қарап, сотқа міндетті түрде қатысып, талап қоюға өздеріңіздің уәждеріңізді, дәлелдеріңізді келтіріп, уақыттарыңызды үнемдеп, сот шығынысыз дауды бітімгершілікпен аяқтауға әрекет жасағандарыңыз дұрыс. Дау мұраты біту, даудың дауасы татуласу демекші, ең дұрысы келісімге келіп, татуласып, соттаспай жүргеніміз абзал. Назарларыңызға рахмет.